Мінекей мен украинский 101 дәріханасында тұрмын. Мен сұрадым жаңағы қыздан ылғал салфетканы. Ылғал салфетканы бірнеше сұрады. Влажный салфетка. Мен айттым, ылғал салфетка. Ылғал салфетка деді. Сосын мен айттым, бірнеше солай сұрадым. Ол маған айтады, влажный салфетка. Сосын айтады, жоқ деді. Қарасам, ылғал салфеткалар тұр мұнда. Енді мені қазақша сөйлегенім үшін провокация деп. Мінекей жаңағы түсіріп алғандай, қазақтың келіншегі, осылай маған дискриминация көрсетіліп жатыр. Маған қызмет көрсетілмей жатыр. Маған ылғал салфетканы да мен қазір сатып алмай жатыр. Жаңағы украинская 101-ден. Осындай масқара болып жатырмыз. Сіздер маған прокурор мырза Абдиханов жауап берсеңіз, неге солай болып жатыр? Скаков неге қазақ тіліне бұғат қойылған? Жаңа мен мінекей енді үзіліс деп. Сіз мені қумаңыз. Айналайын, қазақша айтыңыз. Сізде ешқандай үзіліс емес. Мен қазақша талап еткенім үшін. Мінекей, мен қазақша талап еткенім үшін. Мына қыз қазақ. Мені есікті жауып, мені қуып жатыр. Қазақша қызмет көрсетуге, көруге болмайды осы украинская 101 дәріханадан. Жауап беріңіздер. Скаков мырза, Абдиханов мырза, Цой мырза, денсаулық сақтау басқармасының басшысы, фарм бақылау. Жауап беріңіздерші, неге осындай масқара болып жатыр? Бізде Қазақстан Республикасында, Павлодар қаласында, украинская 101 дәріханада мен қазақша қызмет тұтынғым келген, бірақ та мені осылай қуып жатыр. Маған қызмет көрсетілмеді, дискриминация көрсетілді. Енді қазір мені қуып жатыр.